Енді салауат айтудың бір қызығын айтайын. Кімде кім салауат айтады? Мынау біздің апалардың аузынан сілекей ағып көріп жүрген Сұлтан Сүлеймен бар ғой, сериал. Ғырт өтірік қойның бар, білесіздер ме? Сериалдардың бәрі 50% өтірік. Ана сериалға қарасаң, Сұлтан Сүлеймен бабник болған сияқты, шын сериалына қарайтын болса. Шын өмірде ондай емес. Одан кейін оның тұқымдарынан болған, негізі білесіздер ғой, Константинопольді фатих қылған кім еді? Мұхаммед Фатих, е? Сол Мұхаммед Фатихтың ұрпақтарынан болған. Баязид, Сұлтан Ахмет, Сұлтан Сүлеймен, бұлардың бәрі соның тұқымынан болған адамдар. Сол Сұлтан Сүлейменнің негізгі оқиғасында білесіздер ғой, негізі сол кісімен болған дейді. Сол кісінің уақытында қарызын салауат айтып құтылған адам жайлы. Бір кісі екінші адамнан 500 дирхам қарыз алады. Сөйтіп уақыттар өтеді, құтыла алмай қояды. Анау ары сұрайды, бері сұрайды, құтыла алмағаннан кейін сотқа жүгінеді. Ананы шақыртады. Ол айтады, мен бере алмай жатырмын ғой, жоқ қой деген кезінде бұл не дейді? Онда жазала дейді. Сөйтіп оны зынданға тастамақшы болған кезінде қараш, Құдай оның тіліне қандай сөз салады. Маған бір күн уақыт беріңдерші, мен құтылам дейді. Сонда анау айтады, осынша айлап құтыла алмай келе жатқан нәрсені сен бір күнде қалай құтылмақшысың? Кімді кепілдікке қоясың деген кезінде, о кезде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям дүниеден өтіп кеткен ғой. Алланың елшісі пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямды кепілдікке қоям дейді. Сонда ана қади айтады, мынаған бір күн мүмкіндік берейік, жіберейік дейді. Үйіне келеді мынау адам. Әйеліне айтады болған нәрселерді. Осындай болды. Мен бір күнде құтылам деп кеттім. Кепілдікке пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қойып кеттім дейді. Сонда әйел айтады, енді кепілдікке пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қойған болсаң, онда сол кісіге салауат айтайық, басқа не істейміз? Екеуі отырып алады да, отырдық та дейді. Салауат айта бердік. Сол күні түнде жатып ұйықтайды. Ана жігіт түсінде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямды көреді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, таң атқаннан кейін пәленше деген адамға бар. Сөйтіп айтты. Осы Сұлтан Сүлеймен сол болған дейді. Бар, және айт. Мені саған пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жіберді. 500 дирхамды берсін деп жатыр. Мен қарызымды құтылайын дейді. Ал егер ол маған сенбесеші деген кезде онда айт. Ол күніне 1000 салауат айтатын. Кеше оныңкі бірі кем болып қалған дейді. Дәлел ретінде соны айт дейді. Мынау таң ата барады сол адамға. Барып 500 дирхам бер маған, мен қарызым құтылуым керек. Мені саған пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жіберді дейді. Сонда айтты, денің сол ма сенің? Қалай дәлелдейсің деген кезде, сен күніне 1000 рет салауат айтады екенсің ғой? Кеше сенікі біреу кем болып қапты ғой дейді. Сонда анау айтады, валлахи кеше шатасқан едім дейді. Келіп дирхамын артығы мен береді ғой анаған. Енді ана қарыз адам бар ғой, қарызын алған адам. Соған келеді айтады, мә саған 500 дирхамың десе, анау ұстай тұр дейді. Бұл 500 дирхам сеніңкі дейді. Сен құтылдың оны. Үйінен келеді да 2000 дирхам алып шығып береді да, мынау саған дейді. Неге? Кеше түнде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям түсімде көрдім дейді. Ананың қарызын құтылсаң, мен саған қияметте, мен саған шапағат етем, келісесің ба деп айтты дейді. Кім келіспейді? Кешіріп жіберсең, мен саған қияметте соның ақысына, қияметте мен саған шапағат етуге уәде берем, келісесің ба деді. Кім келіспейді оған? Енді ойла, анау 500 дирхамды құтыла алмай жеткен адам үйіне қанша мың дирхаммен келіп тұр. Ана біз үйге табыспен келген кезде қалай келеміз әйелдеріміздің алдында? Демаламай келеміз ғой. Салауат айту. Біздің Стамбулда кішігірім медресеміз бар. Мына бір Бақыт деген ағамыз отыр. 74-ші жылғы жігіт. Стамбулда оқып жатыр. Ана кейбір миым қақпайды. Маған кеш деген мына жердегі отқан 30-40-тағы жігіттер. Мынау кісі біздің медресемізге келіп оқыған 74-ші жылғы жігіт. Қызыл кепкада. Стамбулда әлі оқып, Құран жаттап жатыр мынау. 74 деген нәрсе 50-ге келген кісі. Жігіттер, 30-40-тағы маған позна деп жүргендер. Міне 50-дегі жігіт Стамбулда әлі білім алып жатыр.
Құран жаттап жатыр. Біз екі Құранның басын қоса алмай жүріп қой. Осы кісі біз медресемізді ашқан кезде, мен өзім Стамбулға оқимын деп бардым да, ол жақта өте көп қазақтың жігіттері бар екен. Сандалып жүрген, оқи алмай. Сол кішкене көмек болар деп кішігірім медресе аштық. Қазір медресемізде 80-ге жақын бала оқиды. Тек қазақтар, е. Өйткені ол жерде оқыту не выгодно ғой, бөтен елді оқыту бізге. Сол қазақтар үшін. Сол біздің жоқ, Қазақстаннан барған қазақтар. Сол біздің бірінші түлектеріміз осы кісілер. Енді қараңыз, енді бізге аға болады ғой, келгеннен кейін жалпы айтып жатқаным ғой. Сол медресемізде бір күні мынандай нәрсе жасадық. Кім салауатты ең көп айтады, соған сыйлық береміз. Кім түсінде пайғамбар саламды көрген екен, сол жайлы айтайық деп келістік. 3 күн, 4 күн, бір 3-4 күннен кейін жарыс болды. Сонда жаңағы жарыста біз айтып жатырмыз ғой, ал салауатты ең көп айтқан адам кім екен деп. 2000 кім айтты деп. Біз сорлының дәрежеміз сондай да. 2000 кім айтты деп жатырық қой. Сөйтсек шәкірттер. Сөйтсек алды 67 мың айтқан екен. Олар білесіздер ма? Оқу бізде тәртіп, масқара. Оларда бөлек уақыт жоқ. Аптасына 1-ақ күн телефон беріледі. 2 аптада 1 күн шығады сыртқа. Қалған уақыттың бәрі оқу. Кәдімгі военный не ғой, дисциплина. Уақытылы жатады, уақытылы тұрады. Уақытылы тамақ жейді. Ана өгіз құсап кез келген уақытта жеп жүре бермейді. Уақытылы бәрі. Сөйтіп жүріп олар 67 мың рет алды. Бергісі 57 мың, 53 мың. Ең кемі 15 мың айтқан екен. Біз сорлы 2000 кім айтты деп айқайлап тұрмыз. Өзіміздің дәрежеміз білдіріп қойдық кім екенін же. Сөйтіп, кім түсінде көрген? Негізгі айтқым келген осы еді. Кім түсінде пайғамбар саламды көрген соны? Негізі түсіңізде көргендер болса айта беріңіздер. Бұл біз сияқты ғибрат, біз сияқты тек қана Қайрат Нұртасты көретіндер бар ғой түсіндегі. Мынандай жұлдыздарды ғана көреміз ғой біз. Сондай жұлдыздарды көретіндерге бұл үлкен ғибрат, ескерту. Неге ол көреді? Неге бұл кісі көреді? Неге мен көрмеймін? Ойланшы, не үшін сен көрмейсің, не үшін ол көреді? Адам кімді жақсы көреді, соны көреді. Түсінде. Кім кімді уайымдайды? Кім кімді аңсайды? Түсінде соны көреді. Қараңыз, сенім деген қандай? Құдайдан пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды түсімде көруді сұрадым дейді. Қараңыз, сөйтіп дайындалдым дейді. Мен пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды түсімде көрсем, мына нәрселерді сұрап аламын деп ниеттендім дейді. Кім пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды түсінде көрсе, өңінде көргенмен бірдей болады деген. Ол түс анық болады. Ол кісіден қажетіңізді сұрап алуға болады. Өсиет сұрауға болады. Сонда ана жігіт айтады, 2 нәрсеге ниеттендім дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды түсімде көрсем, біріншісі бетінен сүюге біздің ерніміз таза емес қой дейді. Табанынан сүйем дедім дейді. Біріншісі. Екіншісі, өзіме өмірлік бір өсиет сұрайым деп айттым дейді. Сонымен бір күні түсімде түс көріп жатыр едім. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның үйінде жүр екенбіз дейді. Ол кісі өзінің төсегінде жатыр екен. Адамдар оның бетінен сүйуге барып, жармасып, басына жабысып жатыр, таласып жатыр екен. Табаны ашық тұр дейді. Ешкім оған қарап жатқан жоқ дейді. Жай барып отырдым да табанын құшақтап тұрып сүйіп алдым дейді. Сөйтіп адамдар мені қаумалап, итермелеп шығарып тастады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам тұрды да кете бастады да. Бұның екінші тағы мақсаты бар еді ғой, иә? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам тоқтады дейді. Бұрылып, менің атымды атап, пәленше, қалайсың ба мен саған бір өсиет айтайын деп айтты дейді. Я? Айтыңыз деген еді дейді. Бағанағы біздің истихфар ғой. Алладан көп кешірім сұра деп айтты дейді. Сөйтіп кетіп қалды дейді. Міне, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өсиет алған адамдар бар. Өзіме қазір соны әдетке айналдырдым дейді. Біз сорлы бұны армандамаймыз да ғой. Ойламаймыз да ғой. Сол үшін ғой біз оны түсімізде көрмейтініміз. Сол Стамбулда оқып жүрген кезде біздің араб ұстаздарымыз болды. Солар өздерінің ұстаздары жайлы айтып беретін. Әулие адамдар бар. Әулие адамдар бар. Шында да әулие адамдар болады. Оларда керемет деген болады. Біз оған сенбейміз ғой енді. Сол ұстаздарының кереметтері жайлы айтатын. Кәдімгі пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның насихатымен жүретін ұстаздары бар екен ғой. Бір ұстаз болған, күніне 70 мың мәрте салауат айтады екен.
Оған шәкірттер айтады деген, сіз пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды қалаған уақытыңызда түсіңізде көретін шығарсыз десе, мен қалаған уақытта өңімде көрем деген. Сол кісінің насихатымен жүрем деген. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ол кісіге насихат айтып тұратын болған. Сондай әулие адамдар болған. Міне пайғамбарға салауат айту бар ғой, апалар. Ең оңайы Аллахума салли ва саллим аля Мұхаммад. Енді Аллахума салли аля Мұхаммад десек, біз пайғамбарға салауат айтқан боламыз. Бірақ Құранда не деді? Салли я айюхаллазина амену саллу алейхи ва саллиму таслима. Оған салауат айтыңдар, және не дейді? Сәлем жолдаңдар деді ғой, ең әдемісі салауат пен сәлемді қосып отыру деген. Сен Құран аятына амал еткен боласың. Оның әдемісі қандай? Аллахума салли, сіз салауат айттыңыз. Ва саллим алейхи аля Мұхаммад. Сіз сәлемді де салауатты да айтқан боласыз. Ең оңай салауат осы. Аллахума салли ва саллим аля Мұхаммад. Осыны айтуды әдетке айналдырайық. Енді бұл салауат жайлы. Біздің жолымызды ашатын нәрсе не дедік? Истихфар және салауат.